Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар. Бүгінгі тақырып шпательдер жайлы, яғни ночной потолыққа арналған шпательдер. Алдағы көріп тұрғандарыңыздай домалақ, үшбұрышты, төртбұрышты, қисайған, бастары доғалданған әртүрлі шпательдер. Оларда тек қана нөмір бойынша кестеден қай жерге қайсы қолданатынын туралы анықтама алуға болады. Әр шпательдің өзіндік қызметтері бар. Профильдерге қайсы ыңғай келеді, соны қолданған ыңғайлырақ болады. Алдарыңызда кестеден қайсы шпатель қандай қызмет атқарады және номері қандай екенін скриншот жасап алсаңыздар артық болмас. Ал енді күнделікті қолданатын, көп қолданатын шпатель, ол бізде мына суреттегі шпательдер. Бұл енді заводской шпатель осындай болады да. Бірақ бұның бір минусын өзім байқағаным, жәнегі ұзыншақтау болады бас жақтары. Неғұрлым ұзын болған сайын күш алу қиындау болады. Әрі бұның бағасы 4-5 мыңның айналасында. Одан да базардағы 1000-1500 теңге тұратын шпательді алып, оның басын жонып, кесіп жонып, өзімізге ыңғайлы шпательді жасауды бүгін көрсететін боламыз. Міне алдарыңызда мөлшері эскиз тұр. Осыған қарап кесуді бастаймыз. Кеттік. Құрметті көрермендер, арнамызға жазылуды, алтын саусақтарыңызбен лайк басуды ұмытпаңыздар. Жан-жақтарыңызға тарата отырыңыздар. Көп рахмет. Енді кесіп болған соң басын доғалдаймыз. Яғни полотноны кес кетпеу үшін қарын доғалдау керек. Болды, дайын.